Охотничий магазинге келдік, қазір барған айын көрсетіп қару таңдайтын боламыз. Ішке кіргеннен кейін маған бәрібір рұқсат берген жоқ видео түсіруге. Сосын мен айттым, мақұл онда адамдардың түрін түсірмей қойын, тек витринада мылтықтарды обзор ретінде түсіріп алайын деп. Одан кейін бірнеше витринада российский мылтықтар тұр, одан кейін турецкий, мына жерде карбон және екі криптек деген және ағаш сапты мылтықтар тұр. Және мына жерде пластикте және тоже камуфляжный екінші түрі адвенчер деген. Камуфляж мақсат бар естісіз ма? Есті ма? Есті деген не осы? Софт-тач резинка, да? Софт-тач па? Көрейік я. Одинаковое ружье, полностью одинаковое ружье. Дәл осы жерде білдіртпей видео түсіріп алдым. Содан кейін витринадағы мылтықтарды көрсетейін. Российский мылтықтар бесатарлары, олар қызық емес, өйткені бағалары турецкиймен бірдей. Ол баста мен турецкий мылтық алам деп өзім пландаған едім. Так, мына жерде ағаш сапты және камуфляждар. Мына жерде қол сауыз мылтықтар, вертикалка. Мына ағаш сапты мылтық. Өте әдемі. Стволы 360 мм, бағасы 310 теңге, ата-ана Валнут 12 калибрде. Одан кейін мынау камуфляж. Камуфляжда бағасы 327 теңге. Соның софт-тач дегені бар, ол чуть-чуть резинка болады құрамында. Ол міне бұл 332 теңге бағасы. Мен обычный қара түрін таңдадым. Бұл қара түрінде маған өте қатты ұнады, өйткені бұл практичный, яғни сырылмайды, жырылмайды, яғни алып жүруге ыңғайлы. Охотада яғни жыңғыл, шеңгел деген сияқты нәрселер жырылмайды. Келесі видеода обзор күтіңіздер.